Сізде былай кеп не болады екен? Траектория заезда болады екен. И мына мысалға машина осы жерде тұрып бұрсаңыз, бағана кобальтқа мына жерде тұрған. И мына жасыл машинеге тиіп кету қаупі бар еді. Сол себептен біз сол жаққа қарай алып бұрдық. Түсінікті да? Енді выезд өте маңызды. Міне, қараңыз, сізге сұрақ. Машинамыз тұр. Машинаның артымен қазір оңға шығатын болсақ, рульді қайда бұрамыз? Былай қарай. Короче, машинаның артымен біз қазір оңға шықсақ, рульді солға бұрамыз. Молодец, дұрыс емес. Неге? Почему? Потому что мен сұрақ қазір басынан қоямын, и сіз соған жауап бересіз. Машинаның артымен оңға шықсақ, рульді қайда бұрам? Бірінші ешқайда. Прямо? Машинаның артымен оңға шыққан кезде оңға бұрамыз, солға шыққан кезде солға бұрамыз. Мысалға сіз осылай машинаны тура айдап келе жатсаңыз, алдыңыздан оңға поворот шықса, сіз солға бұрасыз ба не? Жоқ. Оңға бұрасыз ғой, и оны ойланбайсыз да ғой. Түсінікті ғой да? Значит, машинаның артымен оңға шықсақ, рульді қайда бұрамыз? Оңға бұрамыз. Солға шықсақ, солға бұрамыз. Молодец. Бірақ қашан бұрамыз? Міне өте маңызды нәрсе. Қараңыз, оңға шығатын болсаңыз, сіздің машинаңыздың мына оң жақ құлағы боковой зеркалосы. Мына жасыл машинаның біткен жерін өтеді. Сол кезде барып рульді бұрады екенбіз. Түсінікті ма? Иә. Молодец, красавчик. Ал